Қайырлы күн менің құрметті көрермендерім, баршаңызға. Біздің тауықтарымыз. Бұл тауықтар енді 4 ай болған шығар. Бұл тауықтарымызға осындай жағдайда өсіп жатыр енді. Ең бірінші алып келген балапандарымыз ғой. Осылар деген. Содан кейін келген ана тауықтар, мына үлкен тауық. Содан кейін келген ана балапандар. Балапандар бір айдан кетті, олардың да өсіп қалпы жақсы енді. Қазіргі таңда енді қораның ішін реттеп жинастырып күкірт жағып жатырмын. Көгершінге де тауыққа да марганцовка бердім. Кебек езіп бердім. Потому что кебектің ішіне витамин езіп бердім. Сосын қазір бидай беріп жатырмын. Міне күкірт жағып қойдым. Мана ар жағына жақтым, енді бер жағына күкірттің иісі дейтін іштен алып кетті кәдімгідей. Мына ашып қойыңыз. Мынаның иісіне кәдімгі мына жерде сырттың өзіне келіп жатыр, иіс дейтін. Мына жерде тұрмын ғой енді қазір. Осы жерге де күкірттің иісі келіп жатыр, сосын көп жақындап жатқан жоқпын. Күкіртті не үшін қолданады десеңіз, күкірт тауықтың үстіне киіне бейіт сіркеден құтқарады. Және де қораның ішінде бейіт сірке, сосын тағы бірдемелер бар ғой, ішіне тұратын. Жарда жабыстырып киіне дей ма, мен ондай көп көрген жоқ, бірақ енді естіп жатамын, сондай болады деп. Соның алдын ала мен тауықтарыма осылай күкірт жағып тұрамын. Айына бір рет күкірт істеп тұрам. Енді қыс уақытында кішкене қиындау болады, потому что тауықтардың бәрін далаға шығарып жібере алмайсыз, басқа қора болмайды. Сол себепті мен көбінесе жазда жасап алам. Жазда потому что тауықтар таңертеңнен кешке дейін далада жүрсе де болады. Сол сіздерге де кеңес беремін енді. Соны жасап көріңіздер, істеп қараңыздар дегендей ғой. Мынаның құйрықтары түсіп қалған ғой, полный. Не болған. Осы жағдай қазір бізде. Енді тауық пока алып атқан жоқпыз, бұйыртса аламыз тауықтарды. Әлі бір ыңғайын шығара алмай жатыр, әлі завор қошалған жоқ деген сияқты ғой. Бірақ алда әлі ойлап отыр, қандай тауық алсақ болады, пород істей алсақ бола ма, нишушка аламыз ба, соның барлығын ойлап бұйыртса айтатын болам. Ау. Осы келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.